Саламатсыздар, қош келдіңдер Назгүл Талипқызының YouTube каналына. Бүгін сіздермен шуылдақ корзинасын себетін жасайтын боламыз. Оған ДВП-ны дайындап қойдым дөңгелек қылып, және шет-шетін қоршайтын кардоны дайын. Енді біз өлшеп көрсетеміз сіздерге. Осы дөңгелек ДВП-ны шілі үлкен қылмадым. 32-де 32 сантиметр болды екі жағда. Сонда бізге шуылдаққа өте әдемі, сүйкімді болып көрінетін болады. Енді шетіндегі кардонымыз 9 сантиметр қылып алдық. Шілі үлкен биік болмасын деп. Осы кардонымыз аламыз, және керекті құрал жабдықтар әрине қайшы және мата. Мата болғанда да кішкене созылатын мата және поролон алдық. Поролонды және шет-шетін кішкене әрілейтін кішкене тор матасын алдық. Степлер қажет болады ортасына, және ыстық клей қажет. Ұнап жатса соңына дейін көруге тырысыңыздар. Енді біз бастаймыз. Бірінші бір ДВП-ның дөңгелегін аламыз. Оның шет-шетін әрине ыстық клеймен клейлеп шығамыз. Мұқият қарап отырыңыздар, өте оңай. Өздеріңіздің тойларыңыз болады, және бала шағаларыңыздың той болады. Тойбастар ретінде, шуылдақ ретінде апарсаңыздар болады. Өте жеңіл, өте оңай. Мінекей, бастайсыздар. Бірінші асты жағынан бастаңыздар, сонда клей астында қалып, кішкене өздеріңізге оңай болады. Содан бері қарай дөңгелетіп алып келіп, клейді жағып отырсаңыздар, басып отырып. Бұл корзинаның міндетті түрде астына USB, астына ДВП салудың қажеті жоқ. Өйткені бұл мен негізі ДВП салып жатырмын. Өйткені бұл өзімнің үйімде бар нәрсеге істеп жатқан жайым бар. Астында, үстінде кардон жасасаңыздар болады. Міндетті түрде астына USB, жан-жағына ДВП салудың қажеті жоқ. Бұл негізі ауыр зат салынбайды бұл корзинаға. Өйткені бұның аты айтып тұр, шуылдақ деп. Бұның ішіне өңшен балаларға және керекті заттарды салады. Кішкене ойыншықтар, моншақтар, машиналар, әртүрлі заттарды салады. Сондықтан бұл кішкене жеңіл болады. Сол ойыншықты көтеру үшін шет-шетіне өзіңізге нық болсаңыз, осы сымтемірді фетр матамен нық жабыстырып қоямыз. Жан-жағын жабыстырамыз және астын жабыстырамыз. Сонда жылжымай осы ойыншықты көтеретін болады. Аяғына дейін көрсеңіздер, өте қуанышты болар едім. Өздеріңізге өте керекті зат, үйлеріңізге кішкене осы керек-ау деген зат болса, өздеріңіз істеп алсаңыздар болады. Енді осы кардонымыз іші дайын болды. Енді сыртын әрлейтін боламыз. Сыртына поролонды жабыстырып шығамыз. Поролонды көбірек жабыстырсаңыз, корзинаңыз өте сұлу болады. Мінекей корзинаны түгел жабыстырдық. Енді дөңгелек болу үшін поролон үстінен тағы да кішкене бір сыпыра поролонды жабыстырып шығамыз. Қарап отырыңыздар. Мінекей біріктірдік. Сонда біз сыртына матамен қошасақ өте сұлу болады. Енді біз матамызды өлшеп аламыз. Өлшеген матамыздың бір жағына тікпейміз, екі жағын тігетін боламыз. Өйткені екі жағында да кішкене сымтемір бар, соны екі жаққа кіргізуіміз керек. Өйткені бір жақта болмады сымтемірі ұстайтын. Осыны екі жағын кестік. Мінекей қарап отырыңыздар. Енді машинкамен тігеміз екі жағын. Ортасына сымтемір қоятын кішкене тесік қалдыратын боламыз. Қарап отырыңыздар мұқият. Мінекей тесігіне кіргіздік. Сонда біз шет-шетіне әуре болмаймыз. Сонда біздің себетіміз сұлу болады. Қараңыздар. Енді сымтемірімізді жалпақтап, арт қаратып, енді екінші ДВП-мізді үстіне қағатын боламыз. Сонда біздің степлеріміз ішіне қарай кіріп кетпейтін болады. Кейбір степлерлер негізі ДВП-міздің жұқалығына байланысты ішіне
шығып тұратын болады. Сондықтан біз үстіне ДВП-ні, тағы бір дөңгелек ДВП-ні қақтық. Енді осы корзинамыздың шетіндегі матамызды степелермен ұрып шықтық. Қараңыздар. Түгел ұрып шық. Енді ішіндегісін ұрамыз. Өте оңай. Бос қып ұрмаңыздар. Ана матаңызды астыға қарай тартсаңыздар, поролондарыңыз дөңгелек болып, әдемі болып көрінеді. Мұқият қарап отырыңыздар. Өздеріңіз білесіздер, картондардың шетін ерек қылсаңыздар, осындай дөңгелек емес, ерек қып, сондай фасон болып шығады. Өздеріңіздің қалауларыңызбен істейтін боласыздар. Енді корзинамыздың екі шетіндегі сымтемірімізді бір-біріне біріктіреміз. Қарап отырыңыздар. Жұқалау сымтемірді алып, екі шетін орап біріктіріп қойдық. Сонда біз корзинамыздың екі шеті кәдімгідей бітеліп тұр. Мінекей сымтемірімізді біріктірдік. Енді біз осы сымтеміріміздің шет-шетін қоршау үшін жұқалап поролонды кесіп алдық. Енді осын айландырып, ыстық клейдің арқасында дөңгелетіп шықтық. Қараңыздар. Енді осы поролонның сыртын кәдімгі корзинаны қоршаған матасымен айландырып клейлеп шығамыз. Бұл корзинамыздың біткеннен кішкене әрлейтін жұмыстар бар. Енді осының бет жағын тесмамен клейлеп шығамыз. Қараңыздар. Сары тесма алдым, осыны айландырып клейлеп шығамыз. Сонда біздің корзинамыздың беті әдемі болды. Енді осы кішкене тор матадан корзинамыздың шет-шетіне желпетеге жасайтын боламыз. Қараңыздар. Шет-шетін алып, тігіп қойдым. Енді осыны ортасынан швейный машинамен тігіп, жан-жағын жіппен тартып, гармошка қылып алдым. Енді шет-шетін корзинаның шетіне қойып шықтық. Енді корзинамыздың ұстайтын жерін осындай тормен қоршап шығамыз. Енді осыны кішкене сұлу болу үшін корзинамыздың бір шетіне осы қалған торымызды жапсыратын боламыз. Мұқият қарап отырыңыздар, бұл өзімнің шығарған фасоным. Әдемі сұлу көріну үшін осындай дүние жасап жатыр. Мінекей болды. Енді осының үстіне кәдімгі картинадан қалған тесманы жапсыратын боламыз. Сонда астындағы тесмамен үстіндегі ұстайтын жанындағы матаның үстіне жапсырамыз. Сонда екеуі бір-біріне сайма-сай келеді. Мұқият қарап отырыңыздар. Осындай шуылдағы заказ бергілеріңіз келсе, маған жекеге шығыңыздар, болмаса осы YouTube каналының астына жаза кетіңіздер.